Петропавлда Қазақстан Республикасы тұңғыш президенті күніне арналған олимпиада бастау алды. Шара барлық өңірлерде бір уақытта өтуде. 11 сыныптың 225 оқушысы 4 пән бойынша өз білімдерін сынап көрмек. Жарысқа келгендердің басым бөлігі мұндай білім сайысына алғаш қатысып отырған жоқ. Барлығының дерлік оқу үлгерімдері жақсы. Десе де бойды толқыны сезімі тербейді дейді жасөспірімдер. Көп дайындалып, Қостанай милиция академиясына түскім келіп отыр. Сондықтан да көп жұмыс істеп, сабақты оқимын. Президенттік олимпиадаға қатысушылардың бәрі 4 пән бойынша сынға түседі. Олар математика, физика, химия және биология. Тәжірибе көрсетіп отырғандай оқушыларымыздың әлеуеті жоғары. Мысалы, былтырдың өзінде республикалық турнирде өңірдің намысын қорғауға 9 бала аттанған. Президенттік олимпиаданың бірінші туры басталды. 300-ге жуық оқушылар жиналды. Жылда біздің балалар жақсы жетістіктерге жетіп отыр. 14-ші жылы 7 бала барып, 7-еуі жүлделі орынға келген. Бүгінде сондай жүлделі орынға ие боламыз деп ниеттеніп отырмыз. Бірінші кезеңнің жеңімпаздары сәйкесінше екіншіге жолдама алады. Ал үшінші шешуші кезең желтоқсанның 2 мен 5 аралығында Теміртау қаласында өтпек. Гүлнар Сайлауқызы, Назар Кеғалым, Анастасия Драняк, Азамат Жантурин. Ақпарат.